Армысыздар ой салар әңгімелер каналының тыңдармандары. Әңгімемді тыңдамас бұрын каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Ауыздағы бөлмеде отыратын хатшы қыз кіріп, бір жас келіншектің жолуға өтініп тұрғанын айтты. Ақайша қол сағатына қарады. Онды көрсетіп тұр. Қалалық білім бөліміндегі жиналыстың қаншада екенін тағы да анықтап сұрап алды. Ақайша Мұратқызы, сағат 11-де. Кешігіп қалмаңыз, деді Сәуле. Барғанша біраз жер кептеліс бар дегендей. Онда кіре қойсын. Не шаруа екен біле кетейін. Ақайша іргедегі бөлмеге өтіп, үсті басына, бет әлпетіне бір қарап алды. Елуді еңсергенімен әлі реңін бере қоймапты. Жүзін оңтүстіктің ащы күні тотықтырғаны болмаса, денесі толысып үлгірмеген көз тоярлық мүсіні баяғысынша сол қалпы. Жарсыз, баласыз өткен 25 жылы еске түсіп, қабағы сәл шытынап қалды. Тағдырдың қатыгездігіне қарсы күресте талай тепкі көрген жан дүниесін одан әрі босаңсуға жібермей, өзін ширатып жігерлене түсті. Айнаға қарамауға тырысты. Қараса, баяғы сұлу да сымбатты, бірақ жалғызынан айырылып қалған жаралы жанды көретіндей тез кабинетіне қайта өтті. Киген киімінен, түр-түсінен қыз не келіншек екенін айыру қиын, әдемі өңді сүйкімді әйел баласы табалдырықтың аржағында тұрып, «Әпке, сәлеметсіз бе, кірсем бола ма?» деген даусы жағымды, сыпайы естілді. Бүгінгі оқыған тәрбиелі жастардың бірі. Кіре ғой айналайын. Әншейінде балабақша қызметкерлеріне қатал қажетті арақашықтықты үнемі өз дәрежесінде ұстайтын Ақайша неге екенін қайдам өзінің бірден жұмсарып, еріп кеткеніне таңырқап қалды. Сонысын сездірмеуге тырысып, қозғалақтанып, бағалы креслосына мығымдала түсті. Атың кім, қарағым? Айша. Мұның жан дүниесін бір жылылық сезім желпіп өтті. Кел отыр, мұнда отыра ғой. Алдындағы екі үстелдің оң жағын меңзеді. Не шаруамен келдің? Қыз рахметін айтып жайғасып алғасын, балабақша меңгерушісінің бірден қойған бұл сұрағын күтпеген бе, тосылып қипақтап қалды. Бірақ оқыған тоқығаны бар емес пе, бірден бойын тіктеп алды. Әпке, жоғары білімім бар. Мемлекеттік іс басқару саласы бойынша диплом алғанмын. Маған қазір еден жуатын, аула сыпыратын жұмыс болса да арланбас едім. Қыздың көзі ұшқынданып кетті. Ар жағында бір өжеттіліктің лебі еседі. Кіргендегідей емес, дүр сілкінген кептердей түлеп шыға келді. Ақайша мұның бәрін байқап отыр. Сосын ойланып қалды. Қандай жұмыс болса да көнемін дегені қалай? Сол кезде қыз орындығында бұдан ширек ғасыр бұрын дәп өстіп отырған өзін көргендей болды. Неге, деді бұл ойлы қалпы. Не үшін? Мынадай дипломмен еден жуғаны несі? Әпке, қыз булығып көз жасын іркіп бетін жасыра берді. О тоба, өзінің де дәп өстіп жылағаны ше. Менің тағдырымды басқаға бермесінші деп талай еңірегені ше. Есімі де ұқсас. Бұл қалай болғаны? Егіз ұлым бар әпке, 4-тен асты. Я, менің де ұлым Ерасыл 4-тен асқан еді. Жалмауыз енем бермей жіберді. Ақайша өзімен өзі іштей сөйлеп отырды. Енем күйеуіммен екеуміздің арамызға түсе береді. Түсінбейтінім немересін менен қызғанатын. Қыздың үні алыстап барып, қайта естілгендей болды. Ақайша ой тұңғиығынан арпалысып, бетке әрең шықты. Егіз ұлыңды ма? Қызғанса немерелер ғой. Оның несі айып? Мұның дұрыс болмапты. Ақайша тіксініп қалды. Жоқ әпке, күйеуім енемнің жалғыз немересі, арамызға от жақты. Ақайша өзінің не болғанын түсінбей кетті. Шыдай алмай жаңағы бөлмесіне қайта кіріп бара жатты. Көзінен тамшы мөлт етті. Өз тағдыры, өз енесі де жалғыз ұлын бұдан қызғанып, жап-жақсы шаңырағын қиратып тынған. Кетіп бара жатып, балаларыңды алып қалды ма деген даусы бұзылып, я деген жауапты естейтіндей қалтырап кетті. Жоға әпке,
Ұлдарым өзімен бірге соттасып әрең алдым. Қыз мұның артынан таңырқай қараған. Ақайша қыздың соңғы сөзін естіп Құдайға шүкір бірге екен деп үстінен ауыр жүк түскендей жеңілдеді. Бетіне қан жүгіріп, шырайланып орнына қайта жайғасты. Әпке, қыз әңгімесін қайта жалғастырды. Келгенімізге 6 айдан асты, лайықты жұмыс табылмады. Жасы келген әке-шешеме масыл болғым келмеді. Әрі бала бақшаңыз жақын. Жаяу келіп, жаяу қайтамыз. Жол жүріп, такси ұстап қиналмаймыз. Сосын жұрт осы жекеменшік балабақшаны мақтайды. Тәрбиесі, тамағы жақсы дейді. Тек сол үшін әпке, айлықта алмас едім. Ұлдарымның ақысына жетсе болды. Қыз даусы бәсеңдеп тағы да мұңайып қалды. Хатшы қыз есікті тоқ еткізіп бір ұрып, сағат 10:30 болды. Тезірек шықпасаңыз кешігесіз Ақайша Мұратқызы деді. Ақайша әлі де өз мұңынан арыла алмай, денесін зілбатпан басқандай езіле түскен. Жылдам бойын сергітіп, асығыс жинала бастады. Қыз да түрегелген. Өтінішіне жауап ала алмай сасқалақтап, әбіржіп те қалды. Жәутеңдеп қарай береді. Құдды баяғы өзі. Құдай-ау, жүрегі қарс айырылып бара жатты. Қанша есікті тоздырып еді. Еркек кіндіктіден қайыр көрмеген, көкейлері арамдық, сұлулығын пұлдап алғысы келеді. Ақыры бір әйелден пана тапқан, анасындай қамқорлығына алып, осы дәрежеге жеткізген де сол марқұм еді. Ақайша тамағына тіреліп қалған өксікті зорға тежеп, онысын сездірмеуге тырысып, кабинеттен шылдам шығып бара жатып, айналайын, ертең балаларымен құжаттарыңды ала кел деді. Ақайша түнімен ұйқы көрмеді. Бүкіл өмірі таң атқанша көз алдынан кино лентасындай 100 рет жүріп өтті. Сүйген жарымен болған 5 жылғы өмірі санасынан ешқашан кеткен емес. Дегенмен бүгінгі түн қайтадан бажайлап, сараптап шығуға мүмкіндік бергендей. Жанасыл момын еді. Адуынды анасының айтқанынан шыға алмады. Күйеуі ертеректе о дүниелік болып, барлық билік бір басына тигесін бе, енесі жаңа түскен келінін ашса алақанында, жұмса жұдырығында ұстағысы келді. Қит етсе бұлардың жоқшылықта өскен әулет екенін бетіне басты. Құда-құдағи болып араласудан қалды. Ақыры не керек, отырса опақ, тұрса сопақтың аяғы ажырасумен тынды. 4 жасар Ерасылын бермей, бұл бауыр еті баласын ала алмай шапқылаған. Жалғыздың үні шықпас, жаяудың шаңы шықпас дегендей, мұның артынан неше түрлі алып қашпа әңгіме ілестіріп, соңында қара есекке теріс қаратып, мінгізіп жіберген. Күйеуінің көп жыл үйленбей жүргенін естіген, кейін сымсыз телефондардан араққа салынып кеткенін біліп, іші қанжылаған. Енесінің қатыгездігіне ашынған, жалғыз баласының өміріне балта шапқан жауыз ене екеніне мойын ұсынған. Өзінің ұлы Ерасылдың ер жетіп, үйленгенінен де хабардар. Бірақ енесінің төркін жағы Орал қаласына көшіп кеткелі хабар ошар жоқтың қасы. Содан бері міне 5 жыл өтіпті. Ақайша жұмысына күндегіден ерте келген. Әйтеуір бір күш осы жаққа сүйрелей береді. Бұл өз болмысын жақсы түсінеді, сезімталдығы бар. Не жақсы, не жайсыз хабарды алдын ала сезетіндей жүрегі өрекпіп кететін. Ағайындарым аман болсыншы деп тіледі. Мына ковид пен пандемия елді есеңгіретіп жіберді. Талай айлардан кейінгі шектеуден соң балабақша жұмысын енді бастаған. 3 қабатты ғимаратты түгел қарап шықты. Бәрі күндегідей бір қалыпты. Жататын орын таза. Асхана жұмысы таңнан басталды. Ол жақта да ойдағыдай. Күтуші тәрбиешілер міндеттерін мінсіз атқарып жүр. Анау айтқан кемшілік көзге ілінбеді. Сосын аяңдап кабинетіне келген. Хатшы қыздың алдында кешегі келіншек отыр. Қасында томпиған 2 ұлы. Үстері жып-жинақы, мұнтаздай таза. Ақайша оларға ойсыз, кәдімгі елдің баласына қарағандай қараған. Жүрегі дір етіп, 25 жылғы бір елес көз алдынан жарқырап ұшып өткендей болды. Жүрегі қысылып, тынысы тарылып бара жатты. Әл дәрмені құрып,
есік жақтауына сүйене берді. Хатшы қыз құтыдағы суды ала жүгірді. Келіншек те жанұшыра жетіп демей берді. Ақайша Мұратқызы, Ақайша Мұратқызы. Әпке, әпке, сізге не болды, әпке? Ақайша есін тез жиып алды. Сүйретіліп креслоға келіп жайғасты. Алдында шынылы рәмкеде ұлы Ерасылдың суреті тұратын. Ол жоқ. Ары-бері іздеді. Үстелдің тартпаларын ақтарысты. Сейфті қарады. Көрші бөлмен де сүзіп шықты. Бұл кезде именшектей басып, келіншек екі баласымен ішке аттанды. Қолында құжат. Мұның алдына жақындатып қойды. Ақайша әлі де тұманды түстен сейіле алмай отыр. Басы шыңылдап, көзі қарауытып, ештеңе көрмейтіндей. Құжаттарды ашып қарағанмен санасына ештеңе кіріп, түйсігіне ештеңе жететін емес. Мәңгірген мең-зең. Орнынан тұрып ұлының суретін тағы іздеп кетті. Еш жерде жоқ. Егіз ұл қымсынатын емес. Әр нәрсені бір ұстап, бір нәрселерді айтып, былдырлап емін-еркін жүр. Анасының тәк-тәгіне көнбейтін сыңайлы. Сәуле! Кенеттен Ақайшаның жан даусы шықты. Екі ұл жүгіріп анасына келді. Қорқып қалғанға ұқсайды. Хатшы қыз тапырақтап жүгіріп кірді. Көзі адырайып кетіпті. Мұндағы баламның суреті қайда? Ақайшаның үні жарықшақтанып, жайсыз естілді. Ух, деді жүрек орнына түскен қыз. Бір нәрсе болып қалды ма десем, зәрем қалмады ғой. Ақайша Мұратқызы, ол менде. Кеше үстелдің шаңын сүртіп жүргенде, суреттің шынысы өзінен өзі шарт етіп сынып түсті. Не құдірет екенін білмей шошып кеттім. Содан қорыққанымнан бүгін жаңалатып қойдым. Сөмкемде, қазір әкелем. Хатшы қызда бір нәрсені сезгендей, қолындағы суретпен егіз ұлға жалтақ-жалтақ қарай береді. Ақайша суретті алып көкірегіне басты. Қос жанарынан мөлдір моншақтар саулап бара жатты. Күйеуіңнің аты кім? Ерасыл ма? Атаңның аты Жанасыл ма? Иә, әпке, иә. Келіншек орнынан атып тұрды. Құлыным, Ерасылым, құлындарым-ау. Ақайша алтай іздеп ботасын әрең тапқан аруанадай аңырап, даусын шығарып, жылап, екі немересін бауырына қыса берді.